Баршаңызға сәлем, құрметтілерім, сіздермен Динара. Бүгін мен сіздерге дәмді тоқаштың, яғни булочка рецептін ұсынамын. Сонымен қатар өте дәмді салмасын дайындаймыз және булочкаға арналған 5 қарапайым пішінді ұсынамын. Қамырға керек ингредиенттер: ұн, ашытқы, тұз, қант, жылы сүт және ерітілген сары май. Жылы сүтке ашытқыны қосып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді осы массамызға қалған ингредиенттерді қосып қамыр илейміз. Қолымызды сұйық маймен майлап, қамырды илеп аламыз. Қамырды илеп болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Келесі кезек салмасын дайындаймыз. Салмасына апорт сортын таңдадым, өйткені оның тәтті және қышқыл дәмі бар. Әр адамның талғамы әр түрлі, сіздер басқа да сортты таңдасаңыз болады. Алманы осылай қабығынан және тұқымнан тазалап аламыз. Алманы ашып болғаннан кейін осылай 4 бұрыштығы турап аламыз. Салмамызға алма дайын. Енді келесі кезек табанны қыздырып, туралған алманы саламыз. Алма жұмсарғанша пісіреміз. Шамамен 10-15 минут кетеді. Алма осылай өз суына пісіп, жұмсара бастайды. Арасында осылай араластыру қажет. Алма жұмсарды, енді қант салса болады. Қантты араластырып ертіп аламыз, содан крахмал қосатын боламыз. Мен жүгері крахмалын қолдандым. Массаны араластыру қажет, содан массамыз қоюланған кезде өзі көрінеді. Сары май қосатын боламыз. Қоюланғаны қалай көрінеді десеңіз,
Крахмалды салмай тұрып, алманың өзін араластырған кезде өзі сұйық болады масса. Ал крахмалдан кейін кәдімгідей қоюланып шыға келеді. Бір шамамен 5 минуттай араластырасыздар. Салмамыз дайын болып қалды. Өзіңіздің қалаған сүйікті және дәмді сары майды қосуға болады. Булочкаға арнайы салма дайын. Енді ұнтақталған дән қабығын саламыз, яғни корица. Массамызды әбден араластырып, отты өшіреміз. Салманы тез суытып алу үшін басқа ыдысқа салып аламыз. Мінекей салма дайын, өте дәмді, түсі де әдемі, иісі де керемет болып шықты. Қамырда көтеріліп дайын болды. Қамырмен оңай жұмыс істеу үшін қолымды маймен майлап алдым. Булочкаларыңыз біркелкі болу үшін таразыға қойып өлшесеңіз болады, бірақ мен көз мөлшерімен жасадым. Әр қайсысы шамамен 80 грамм шықты. Сіздерге айтқандай, булочкаға 5 түрлі пішін жасаймын. Булочкаға пішін жасағанда үлкен сабырлықпен қарауға өтінемін. Булочканың бетіне жағатын қоспа құрамын видеоның астына жазып кетемін.
Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер.